Юсуфтың алейхиссалам жамалына, хуснына қызыққан министрдің әйелі бір күні бұған қазақша айтқанда атака жасайды. Содан Юсуф алейхиссалам қашады. Енді бұл жерде де бір ғажап уақиға, жаңағы Юсуф алейхиссаламның иманы деген, Юсуф алейхиссаламның жаңағы Аллаға деген тақуалығы, пәктігі, өзінің жаңағы ішкі жан дүниесін Алланың алдында тазалығын, шынайылығын сақтауда. Зілиха зәулім сарайдың ішіне кіргізіп, есіктердің бәрін жауып, «Ей Юсуф, хайталак» деген сөз айтады. Біздің шейхіміз керион деп айтты деуші ағылшынша. Біз ағылшынша оқыдық, керион деген өте бір ғажап тәржімада осыған. Келмейсің бе деген сөз сияқты да, ей келмейсің бе, шаруаға кіріспейсің бе деген. Юсуф алейхиссалам бұны көргенде қаша жөнеледі. Сөйтіп жабық тұрған есіктер Алла субхана тағаланың қалауыменен ашылып, ең сыртына келіп, жаңағы имараттың сыртына шыққан уақытта министрдің өзін кездестіреді. Сол уақытта министр түсінбей қалады. Әйелім тырдай жалаңаш, Юсуф болса қашып келатыр. Бұл не болды? Сонда әйелдің актерлығы жылап жібереді. «Ей хан ием, менің қожайыным, сенің әйеліңе жаман пиғылменен атака жасаған адамның жазасы не болуы мүмкін, түрмеге жібергеннен басқа» деп жаңағы өтірік сөз сөйлейді. Сонда Юсуф алейхиссаламның пәктігін дәлелдеу үшін Алла субхана тағала емшектегі балаға тіл бітіреді. Емшектегі бала сөйлемейді. Емшектегі балаға тіл бітіреді. Емшектегі бала не деп айтады? «Ей қожайын, қара» дейді. «Егерде Юсуфтың көйлегі алдынан жыртылған болса, онда әйелге шынында да бұл атака жасады» дейді. «Ал енді артынан жыртылған болса, онда әйел бұған атака жасады» дейді. Өзің шешімін шығарып ал дейді. Содан Юсуф алейхиссаламның көйлегіне қараса, Юсуфтың көйлегі шынында да арқасынан жыртылған екен. Юсуф алейхиссалам қашып өз нәпсісін сақтап баққан екен. Сөйтіп бұны көргенде жаңағы патша не деп айтады? «Инна кейда күнна азим», сен Аллаңа тәуба қыл, шынында сендердің айлаларың өте үлкен деп айтады. Алла субхана тағала сол сөзді Құранда «Инна кейда күнна азим» деп келтіреді. Әйелдердің айласы өте жоғары, өте керемет болатынын Алла субхана тағала Құранда айтады. Юсуф алейхиссалам, яғни баланың сөйлеуіменен патшаның жазасынан аман қалады. Бала бұның пәктігін айтады. Емшектегі тілі шықпаған бала осындай пәктікті баяндап кетеді. Сіздерге осы жерде бір нәрсені айта кетем. Иса алейхиссалам шешесі Мариям алейхиссалам. Мариям алейхиссалам баланы көтеріп еліне келген уақытта, ауылына келген уақытта, елдің бәрі ду қылған. «Ей Мариям, сен зина қылып бала туып келдің ба? Бұл не болды?» деп. Сол уақытта Алла субхана тағала Мариям алейхиссаламның пәктігін айту үшін не істеді? Иса алейхиссалам қолындағы балаға тіл бітірді. «Қала инни абдалла». «Ей Алла, адамдардың алдында мен шынында Алланың пендесімін. Алла тағала маған кітап берді. Және мені Алла тағала шешеме өте жұмсақ қылды. Алла мен туғанда, мен дүниеден өткенде, қайтадан қиямет күні тұрған уақытымда Алла тағала маған бәрекет сәлем берді» деп, бұл бала өзінің пәк бір Алланың тарапынан келген бала екені жайында сол жерде баяндап берді. Зинадан туған бала емес екенін дәлелдеді. Алла субхана тағала осылайша Мариям алейхиссаламның зинадан пәк екенін, Юсуф алейхиссаламның зинадан пәк екенін тіл бітпеген балалар арқылы пәктеді. Енді шияны қараңыз. Шия деген қазір өте бір үлкен вирус бар арамызда. Шияны қараңыз, шия не дейді? Айша анамыз радиаллаху анха зания дейді. Бұл сапарда бір адамменен зина қылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, естеріңізде болса бар ма білмеймін, сапарда Айша анамыз радиаллаху анха алқасын жоғалтып, алқаны іздеймін деп жүрген уақытта көш көшіп кетіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да, көштегі адамдары да ойлап қалады, Айша анамыз өзінің түйесінің күймесінің ішінде екен деп. Сөйтіп көштен қалып кетеді, көш жүріп кетеді. Айша анамыз келіп көштің орнына тоқтайды, осы жерден мені алып кетер. Қазір бір жерге барып тоқтағанда көреді ғой менің күйменің ішінде жоқ екенін деп, сол жерге келіп тоқтайды.
көштің артында жүретін бір сахаба келеді дағы Айша анамызды тауып алады да инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деген сөз айтады. Сөйтіп үндемей, ләм-мим демей Айша анамызды түйеге мінгізеді. Түйеге мінгізіп алып келіп көштің артынан әкеліп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қолына тапсырады. Соны шиялар, мәдиналық мұнафиқтар не деп айтады? Айша анамыз зина жасау үшін қалып қойған дейді. Құдай сақтасын. Алла субхана тағала пайғамбардай дүние ақыреттегі күнәдан пәк және өзінің сүйікті пендесіне және пайғамбарына напак, нәжас әйелді бермейді. Біздің ақидамыз ахлус сүнна вал жамаа не дейміз? Айша анамыз зинадан пәк дейміз. Және Алла субхана тағала Нур сүресінде бір руку түсіріп Айша анамыздың пәктігін баян қылады. Енді қараңыз осы жердегі Айша анамыздың артықшылығын. Мәриям алейхиссаламды Алла субхана тағала кішкентай бала арқылы пәктеп алды. Юсуф алейхиссаламды кішкентай бала арқылы пәктеп алды. Бірақ Алла субхана тағала Айша анамыздай адамды өзінің Құран кәрімінде қияметке дейін оқылатын кітабында пәктеп алды. Баланы сөйлеткен жоқ. Кітапты сөйлетіп, Құранның ішінде Алла субхана тағала өзі пәктеп алды. Яғни Алла субхана тағала Айша анамыздың жақтасы екені және шияның адасқан екені осы жерден бірден бір дәлел.